Ал енді келесі серіппелі маятникке тоқталатын болсақ, оның формуласы 2 порция макарон деген еді, иә. Омега тең түбір астында к бөлінген м деген формуласын қалай шыққанын көрсеткенбіз. Ал жиілігін тап десе, 1 бөлінген т дей салып, яғни 1-ді 2 порция макаронға бөле саламыз. Жиілік всегда оңай. Пюреттің формуласын білсең болды, жиілікті просто не істей саласың, 1 бөлінген т дей саласың да. Деген серпелі маятниктегі мынаның бізге қатаңдығы және массасы керек болса, не істейміз? Яғни периоды берілген болса ше. Так, әрине ол кезде біз формуланы жазып аламыз. Т тең 2 порция макарон. Сосын екі жағында 2π-ге бөліп жібереміз. Екі жағын 2π-ге бөліп жіберсек, оң жақтағылар қысқарады. Сосын не қалды? Т бөлінген 2π қалды, ал мына жақта бізде м бөлінген к қалды. Екі жағын квадраттап жібереміз. Сосын чтоб түбір астынан құтылу үшін ғой, яғни былайша айтқан кезде түбір астынан құтылдық оң жақта. Ал мына жақта ше, т квадрат бөлінген 4π квадрат қалды. Мына жақта түбір астынан құтылдық, м бөлінген к шықты. Енді осы жерден м-ді да к-ны да оп-оңай таба қоямыз. м-ді табу үшін демек т квадрат к-ға көбейтіледі, астына 4π квадрат түседі. Так, ал к-ны табу үшін к-ның диагоналында т квадрат тұр, ол астына түседі, демек 4π квадрат м-ге көбейтіліп үстіне жазылады деген сөз. Болды, дәл осылай. Демек кез келген есепті шығара береміз деген сөз. Нөмір 18-ші тапсырмада енді бізден не сұраған екен? Так, тербеліс жасайтын уақытын сұрап тұр. Уақытты т мен белгілейміз, период емес. Период болса үлкен т еді. Бұл жерде бізге уақыт сұрап жатыр. 20 тербеліс жасайтын уақыт. Тербеліс саны бізге n белгілі. Массасы 50 грамм белгілі, қатаңдығы к белгілі. Енді тербеліс периодының формуласы бізде т бөлінген n болса, осы жерден т-ны сұрап тұр ғой. Т тең үлкен т көбейтілген n болады. Сәйкесінше бізге оқушылар үлкен т-ны тауып алу керек. Әрине мынау макаронмен 2 порция макарон арқылы периодты тауып аламыз да, сосын мына уақытты таба қоямыз. Так, сонда 2 көбейтілген. Так, пиді жауапта бір қарап жібересіздер, осындай кезде оқушылар. Есептеу барысында пи бар есептерде жауапқа бір қарап жіберіңіз. Пиді ашқан ба, ашпаған ба? Немесе 3 деп ашқан ба, 3,14 деп ашқан ба? Мұқият қарап жіберсеңіз болды. Мына жерде мен мысалы ашпаймын. Өйткені мен ақымақ емеспін ғой, екі жұмыс жасағым келмейді ше. Соңында қайттан пи қылып шығарып ше. Яғни 3,14 деп бір шығарып, сосын оны пи деп бір шығарып отпаймын. Оны бір ақ мәрте шығарғым келеді. 50 грамм дегеніміз ол бізде 0,05. К бізде 20, ол өзгертілмейді. 0,05-ті бөлеміз, сонда 20-ға. Осыны түбір астына алып жіберейік. Так, 0,05-ті 20-ға бөлетін болсақ, бір нәрсе 25 болайын деп тұр ғой. 0,025 дейді. Так, 2π түбір астында 0,0025. Мысалы мен мынадай жағдайлар оқушылар негізі калькуляторды қолданбағанды құптаймын ше. 2π түбір астында 25 көбейтілген 10-4 деп жазсам болады ғой. Ал сәйкесінше 25-тен менде не шығады түбір астынан? Так, 2π жазып қояйын алдына. 2π жазып қоямын. 25-тен түбір астынан 5 шығады, 10-4 дәрежесінен 10-2 дәрежесі шығады. Сонда 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10. Так, пи көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі бар, -2 дәрежесі бар, демек екеуінен -1 қалады деген сөз. Осындай секунд. Енді т-ны табам. Так, т тең тн болса, т бізде период қанша шықты? Пи көбейтілген 10-ның -1 дәрежесі секунд шықты. Көбейтеміз, n бізде қанша? 20 тербеліс. Екеуін көбейтетін болсақ, 0, 10-ның -1 дәрежесімен кетеді, сонда 2π секунд деген жауап шығып тұр. Ол бізде в нұсқасында тұр екен. Осындай тема есеп. 19-шы тапсырмада массасын сұрап жатыр. Так, периоды берілген екен, массасын табу үшін не істедік бағанағы жағдайда? Так, т бөлінген 2π деп жазайын, тең түбір асты м бөлінген к квадраттаймыз. Т квадрат 4π квадрат, мұнда м бөлінген к. Енді осыдан м-ді табамыз. Так, т квадрат к-ға көбейтіліп 4π квадратқа бөлеміз. Так, жауапта пиді қалай ашқандығын айтпаған екен, пи квадратты неше деп алуға болатындығын да айтпаған екен. Давайте қазір өзіміз оны интуициямен көреміз. 1-2-ның квадраты көбейтілген к дегеніміз 20, 4 көбейтілген пи квадратты 10 деп алсақ бола ма екен? Әлде 9-85 деп өзінің кәдімгі жоқтап баратын мәнін алайық па ше? Яғни жоқтамай нақты санын алуға тырысайық па? Қазір көреміз. Енді бұл жерде ешқандай бізге подсказка бермеген. Демек біз бұл жерде 2 рет есептегеніміз дұрыс болады. 1,2-ні көбейтеміз 1,2-ның өзіне, көбейтеміз 20-ға, бөлеміз 4-ге, бөлеміз 9-85-ге. 0,73 шығып тұр екен.
Так, құрметті оқушылар, мына жерде қатаңдығы 160 екен, негізі 20 емес. Так, 160-ты қоямыз. Сонда есептеген кезде бізде қандай сан шығады? Так, 1-2-ні квадраттаймыз. Сосын 160-қа көбейтеміз. Бөлеміз 4-ке, бөлеміз 9-85-ке. 5-те 8 килограмм шығып тұр. Так, 5-те 8 килограмм. Бұл бізде оқушылар В нұсқасына тұр екен. Жоқ шамамен. Так, келесі нөмірі 20-ші тапсырма. Так, жүктің массасын сұрап жатыр. Енді мына жерде оқушылар тағы да сондай. 1 минут ішінде 30 тербеліс жасайды дейді. Т тең 60 секунд, яғни 1 минут дегенбіз. N тең 30, яғни периодын тауып ал деген сөз ғой. Т бөлінген N менше, сонда 2 секунд шығады. Сосын жаңағы Т тең 2 порция макарон дегенмен М-ді таба қоясың. М тең так, Т квадрат К-ға көбейтіледі, ал 4π квадрат бөлігіне түседі. Пи квадратты 10 деп ал деген екен, яқта ескертіп қойыпты. Так, сонда 40 деген сөз астында, Т квадрат деген сөз 2-нің квадраты, көбейтілген К дегеніміз бізде қатаңдығы 10. Так, 2-нің квадраты 4, 4 10 40, 40-қа бөлсек 1 килограмм. Так, 1000 грамм және 1 килограмм А және Д нұсқасы дұрыс деген сөз, ал басқалары келмейді. Келесі, массасын 4 есе артса периоды қалай өзгереді дейді. Әрине, периодымыз массаға тура пропорционал. Бірақ түбір астында тұр. Демек 4-ті қойсақ 2 есе деген сөз, яғни мына жерде біз 4m-ді қойып жіберсек, онан 2 шығады бізде. Яғни 2 жақ теңесу үшін мұның алдына 2 қою керекпіз деген сөз ғой. Демек 2 есе периоды артады деген сөз. Бұл енді пропорционалдық тапсырмалары өте оңай. Так, мына жерде бізде меншікті жиілігін сұрап жатыр. Меншікті жиілігінің формасын ұмытпасаңыз, яғни соңында шығатын ше, сіз мынаны ұмытпаңыз. 2π бөлінген Т дегенді ешқашан ұмытпаңыздар, оқушылар. Бұл формуласы өте маңызды. Так, сонда 2π-ді бөлеміз неге? Әрине 2 порция макаронға. 2π мен 2π қысқарады. Түбірасында К үстіне кетіп қалады, М астына кетеді. К бізде 100-ге тең, М бізде 9-ға тең. Түбірасынан әуелі шығарып алайық, 100-ден 10 шығады, 9-дан 3 шығады. 10-ды 3-ке бөлсек, 3-те 3 секундтың минус 1 дәрежесі шығады. Негізі мына жерде радиан болу керек та, жанында ше. Радиан секундтың минус 1 дәрежесі. 3-те 3 деген жауап дұрыс. Так, келесі есеп оқушылар дәл бағанағы секілді, бірақ енді бұл жерде серпелі маятникке қатысты. Массасын 3-те 12-ке арттырды деп жатыр. Мен сразу мына жерде былай айтқан кезде М2 тең М1 плюс 3-те 12 деп жазайын. Сосын Т2 тең 60%-ға артты дедім ма, демек 160% болып кетеді. 160%-ды 1-де 6 Т1 деп алайын. Сосын Т2-нің Т1-ге қатынасын ала салайын. Ал мұнда М2-нің М1-ге қатынасы жазылады. Өйткені 2π К дегендердің барлығы қысқарып кетеді. Так, сонда Т2-нің Т1-ге қатынасы бізде 1-де 6 Т1 деген сөз ғой. Мынаның орнына 1-де 6 Т1-ді қоямын. Қысқарады, 1-де 6-ның өзі қалады. Екі жағын квадраттайым. 1-де 6-ның квадраты тең М2 бөлінген М1 болады. Так, М2-нің орнына мұнда М1 плюс 3-те 12-ні жазам. Так, 1-де 6-ның квадратының орнына 2-де 56-ні жазам. Так, сонда мұна астында 1 бар деп ойлаймын, ол мыналарға көбейтіледі, ал М1 2-де 56-ға көбейтіледі. 2-де 56 М1 тең 1 М1 плюс 3-те 12. Так, мұнда азайтылып келеді. Сонда 1-де 56 М1 тең 3-те 12. М1 тең 3-те 12 бөлінген 1-де 56 тең болады 2 килограмм деген сөз. Ол бізде сын нұсқасында тұр екен. Келесі оқушылар нөмірі 24-ші тапсырма. Келесі бізде оқушылар нөмірі 24-ші тапсырма. Так, массасы М қатаңдығы К серпе ілінген жүктің тербеліс периоды Т болса, онда массасы 2М болса, серпенің жартысына ілінген жүктің тербеліс периоды қалай болады дейді. Енді мына сұрақ оқушылар өте маңызды сұрақ. Бұл сұрақтың болуы бұл жерде маңызды. Так, басында периоды Т1 2πm бөлінген К болып тұр, дұрыс па? Ал Т2 болса 2π массасының орнына 2М-ді қойып тұр, ал К-ның орнына соның жартысын алып тұр. Енді ойлаңыз, мынадай бір ұзын таяқты сізге сындыру оңай. Оның бірақ жартысын сындыру қиындей түседі. Кішкентай, яғни былайша айтқан кезде оның ұзындығы қысқарған сайын қатаңдығы артады. Сондықтан мына жерде жартысы десе, демек қатаңдығы 2 есе артып кетеді деген сөз. К2 2К-ға тең деген сөз. К1 бізде бастапқыда К болса, К2 2К болып кетті. Демек мұнда 2К түседі, 2 мен 2 қысқарады. Сонда 2 порция М бөлінген К деген формула бастапқы күйіндегідей шығады.
демек тербеліс периоду тағы да т болады деген сөз. түсінікті мына жерде достар. Ал енді серіппенің жартысына емес, дәл өзінікіндей ұзындықта оған басқа бір серіппені жалғайды деп ұзартқан болса, ұзын болса, онда ол қаттырақ созылады, қаттырақ сынады. Былайша айтқан кезде ұзындаған сайын қатаңдығы есейді екен, кемиді екен, ал қысқарған сайын қатаңдығы артады екен. Сіз де өзіңіз мысалы ағашты сындырып көріңіз, оны кішкентай ағаш болған кезінде қатаңдығы біз артатындығын түсінеміз. Оны сындыру қиындай түседі бізге. Так, онда оқушылар нөмірі 25-ші соңғы тапсырмаға көшейік. Бұл жерде бізде не деп жатыр? Мынау да өте маңызды тапсырма. Массасы 8 кг, серіппеге ілінген жүктің гармониялық тербелістерінің периоды т. Тербеліс периоды т бөлінген 2-ге дейін қысқару үшін массасы қандай жүкті алып тастау керек дейді. Так, бастапқыда периоды т болған, массасы 8 кг болған. Так, массасы 8 кг болған. Ал енді ол бізде периоды 2 есе кемі үшін массасы 4 есе кемі керек қой, дұрыс па? 8 бөлінген 4 болып қалу керек ше. Яғни былайша айтқан кезде массасы мына бастапқыда м, ал кейін м бөлінген 4 болу керек. Өйткені мына 4-тен төбір астынан 2 шығады. Мінекей, мына как раз 2 тұр. Екі жақ теңесіп тұр ше. Так, сонда былайша айтқан кезде массасы мынау м1 болса, ол бізде 8 кг болса, ал мына жақтағы бізде м2 м1 бөлінген 4 болып тұрған. Демек 8-ді 4-ке бөлеміз, 2 кг деген сөз. Енді сұраққа қараңыз оқушылар. Қысқаруы үшін массасы қандай жүкті алып тастау керек дейді. Яғни бастапқыда 8 кг, 2 кг қалу үшін қаншасын алып тастайсыз? Әрине 6 кг-ды алып тастау керекпіз. Вот осындай сұрақтардан қателесіп кетпеңіздер. Мынаны оқушылар ұзын жолмен де шығаруға болады, бірақ осыдан қысқа да қарастыруға болады. Яғни периоды 2 есе кему үшін массасы 4 есе кему керек. Демек 8 болды ма? 8-ді 4-ке бөлсең 2 кг, соңында былайша айтқан кезде екінші жағдайда 2 кг деген сөз. Бірақ қаншасын алып тастау керек деген сұрақ бар ғой бұл жерде ше. Сондықтан 8-ден, яғни дельта м сұрап жатыр ғой. 8-ден 2-ні азайтсақ, 6 кг-ды алып тастау керек деген сөз. Назарларыңызға рахмет, құрметті оқушылар. Келесі сабақта жүздескенше қош, сау болыңыздар.